Қайырлы күн баршаңызға мантыны қалай істеп, қалай қатыру жолын рецебін ұсынамын. Видеоны соңына шейін көріп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Каналыма тіркеле кетіңіздер. 1 килограмм ұнға 1 чайный ложка тұз осылайдан салып аламын. Сұйық май 2-3 ас қасық қатырған кезде жарылып кетпейді, сынып кетпейді нандарыңыз, қамырларыңыз. 2 жұмыртқаны қосамыз үстіне. Содан кейін 300-350 грамм су құямыз. Міне еніп болды. Менде тесто емес, тесто ейтін. Міне 1 чайный ложка тұз, 1,5 қасық тұз қостым. Содан кейін бұрыш жарты қасық, шай қасықпен осылайынан жақсылап тұрып араластырам. Нанның ең қандырғандай қылып 1 жұмыртқа қосам осыған. Бір-біріне байланып жақсы болып шашыраңқы болмайды піскен кезде. Осылайынан кесіп алдым. Осылайынан салып шығам долмақ кеш. Кішкене жалып пиццада да болады. Әдемі істелінеді. Піскенде де жақсы болады. Кішкене ортасынан етін басып. Осындай ыдыстарға осылайынан салып қатырып келесі жолға асыққанда пісіруге өте ыңғайлы. Қатырып қойып осындай ыдыста ыңғайлы. Осылайынан пісіремін 45 минут. Пісті, астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Көп рахмет. Келесі видео түсіргенше қош сау болыңыздар.